Баршаңа сәлем, киношоу сүйер көрермендер. Арнама қош келіпсіздер. Бүгінгі видеода қытайлық фантастика және криминалды жанрда түсірілген Рики жайлы оқиға атты фильммен танысатын боламыз. Жай ұтпай лайк басып тіркеле кетіңіз. Ал біз бастаймыз. Автобус қала ішіндегі түрмеге жаңа жазасын өтеушілер, қылмыскерлерді әкеле жатыр. Олардың ішінде жас бала Рики де бар. Бұл түрмеге қылмысы үшін 10 жылға қамалып отыр. Бұларды полицейлер тексеріп өткізбек болады. Рикидің кезегі келгенде оны тексеретін аппарат шырылдап белгі береді. Ал полицейлер оған атылғанда Рики оларды тоқтатады. Бекер емес екен. Оның белгі берген себебі Рикидің денесінде қалған оқтар бар екен. Бұл түрме жайлы бірер айта кетсек, түрмедегі ең маңызды адам түрме директоры, бірақ ол мұнда көп келе бермейді. Анда-санда бір келіп төбе көрсеткені болмаса, ал оның орынбасары директордың орнын басып, соның билігін жүргізеді. Есімі Циклоп, түрмеде оның қатал тәртібі бар. Барлығын өзінің қорқынышы мен қатал жазаларында ұстайды. Түрменің жуыну бөлмесінде жазасын өтеушілер кешкі жуыну үстінде. Ал мұнда осы жердің блатнойлары келгенде, олардың бір айқайынан жуынып жатқандар бұл бөлмені босатады. Ал олар мұндағы шал тартқан Ма атты жазасын өтеушіні ұстап алып тисе бастайды. Бұл Ма жақын арада түрмедегі жазасын өтеп шығатын, және осыны жасаған алдында тұрған бұзақылар екенін түсінсе де, Маның жарасы кездейсоқ деп кетіп қалады. Ал бұл көріністі барлығын сырттай тамашалап тұрған Рики бұзақының жазасын өзі бермек болып, оны жерге құлатады. Жараланған бұзақы камерасында ол іште Рикиден кек алмақ ниетте. Бірақ дәл қазіргі жағдайында ол оны жеңе алмайтынын, сол себепті Рикидің жазасын беруге түрмедегі өз адамдарының бірін жұмсауды шешеді. Авторитет түрме кезегісінен жақын арада тәрбиесіне байланысты қамауға алынған Айдаһардың қамаудан шығатыны жайлы біледі. Ал авторитет осы Айдаһарды Рикиді ұрғызу жайлы ойлайды. Айдаһар деген кім десек, ол үсті-басы іркілдеген сумошы. Бұл түрмеде ол жайлы бір сөз бар: Айдаһар қаласа қамаудан шыға салады. Ал түрме кезекші шал Маға түрмеден шығатынын, уақытының кейінге қалдырғаны жайлы айтады. Бұл жағдайға авторитет кінәлі екенін түсінген Ма осы проблеманы шешуге кіріседі. Кешкісін Рики камерасынан білдірпей шығып кетеді. Жаңбыр астында түрме ауласында жатқан Ма мен қоштасып, оның кісенделіп отырған қолын бір жұлып шешеді. Кейін кинокадры бізді түрме жуыну бөлмесіне әкеледі. Бұл жерде қайта бір дау туатын секілді, себебі Айдаһар авторитеттің өтінішімен Рикиді жазалауға келеді. Базар жоқ, мойындау керек, Айдаһардың бірінші соққысы жақсы шықты. Бірақ айналасында жағдайды түсініп тұрған Рики бұл Айдаһарды бір ұрып ішіндегі бар айқайын шығарады. Артынша Айдаһардың егесі авторитет келеді. Шамасы өткен жолы аздық еткендей, қайыра Рикиден таяқ жеді. Төбелес біткеннен соңында кезекшілер келеді. Олар Рикиді бұл жерден алып кетуде. Оны апарар жолда Рики осы жердегі тағы бір бандит Оскармен қақтысады. Оскар Рики қамауынан шыққан соң сені тәрбиеге саламын деп айтып кетеді. Кейін оны жабық бөлмеге қамауға салады. Тіпті жаңа қылған соққыларын енді шыққандай. Бірақ медитация жасаудың арқасында бойындағы ауырсынуды басып, өзін-өзін қолға алады. Лотос отырысында көзін жұмып, өткенін есіне түсіреді. Есіне көкесі келеді. Осы көкесі Рикиге төбелес өнерін үйреткен болатын. Сондықтан да Рики адам төзгіш жағдайларға бейім болады. Оған қоса алапат күшпен өз организмін бақылауда ұстауды үйренеді. Таңертең кезекшілер келіп, Рикиді директордың орынбасары Циклоптың қабылдануына апарады. Циклоптың жағдайы жақсы, алдында 1000 түрлі тамақ. Не жеймін не кием демейді. Ал қолында тамақ ұстап жеуге арналған құрмақ десек те болады. Ал өзіне Рики келгенде ол оны сұрақ астына алып, полиция директорінде белгісіз 2 жыл Рикидің не істегенін сұрайды. Бірақ Рики түр бермей мүлде сөйлемейді. Кейін барып Циклоп Рикиге таңертең келген заттары мен суретін көрсеткенде ғана Рики қозғалып назар аудара бастайды. Үстел үстінде тұрған қызының суретін алғалы жатқанда Циклоп қармағын Рикидің қолына тығып жібереді. Рики өте қатты ауырсынуды сезеді, бірақ бұл түрме орынбасарының қулығына шыдап бағуға тырысады. Бірақ шыдамы таусылғанда қолмен бір ұрардай болып қорқытады. Ал Циклоп та осындағы күзетшілер де қорқып бұрышқа қашады. Рики болса заттарын алып камерасына кетті. Онда флейтасын ойнап біраз өткенде еске түсіреді. Есіне қыз досымен бірге аспанға ұшақ жібергенін есіне түседі. Ал бұл кезде түрме дәлізінде өткен жылғы Ма ананың өліміне кінәлі жігітті осындағы бір топ жігіттер ұстап алып, өз беттерінше жазаламақ болады. Бірақ мұнда Оскар келіп, бұлар жасауға тек өзінің рұқсаты және билігі бар екенін айтады. Осы сөздерден соңындағылардың біреуі Оскарға қарсы шығып, билігің бар болса да осындайлар әлі жазаланбаған деп айтады. Шындық ащы болды ма, Оскар бірден жігітке қолындағы қылышымен сермейді.
Ал осы кезде Циклоп осында келіп Оскарға мақтау сөздерін жауғызып, түрме ішіндегі тәртіпті сақтап жүргенін айтып, мәйітті өз бөлмесіне алып кетеді. Тіпті кейін Оскарды шақыртып, пышақ береді, оған қоса тапсырмасы бар. Ол Рикимен төбелесіп жеңу керек. Оскар мұны көпшіліктің көзінше нағыз шоу қылып өткізуді шешеді. Мұнда үлкен тақтай келіп Рикидің табынатын затын осы тақтаға кісендеп тастайды. Ал төбелеске келетін болсақ, Рикиді бастапқыда жеңіп мықты көрінгенмен басымдылықты өз қолына алған Рики авторитет деген Оскарды жеңеді. Ал мұнда төбелес алаңның қабырғасының сыртында Оскардың баласы Алан қайғылы түрде болған жайтқа қарап отыр. Рики үшін баланың осындай жағдайда жүргені ауыр тиеді. Сол себепті өзінің бақытсыз екенін сезінбес үшін флейтасын сыйлайды. Онымен жақсы араласып дос болып та кетеді. Оскардың орнына келген үшеуі Рикиді бақылап жүр. Оның осы баламен де жақсы араласып кеткенін біледі. Кейін Циклоппен жоспарлап Аланды өздеріне шақыртып, Оскар үшін кек алып Рикиді өлтіруді ұсынады. Бірақ Алан келіспейді. Мұнда жауапқа риза болмаған бұлар Аланды жояды. Кешкісін түрмеде табылған мәйіттің жанынан флейтаны тапқан Рики ашуланады және түрмеде бүлік шығарып барлығын өртей бастайды. Циклоп ашулы Рики барлығын біліп қояды деп. Кейін бұл түрмедегі алып күшке ие деген жігітті Циклоп жалдап Рикиді камераға қаматады. Ал ол отырған бөлмеге цемент құйыла бастайды. Циклоптың жоспары бойынша дәл осылай Рикиді басуға болатыны. Келесі күні түрмеге директор келеді. Жанындағы толық әрі тәлпіш баласын ерткен екен. Түрме ғимаратына кіргенде баласы қызыл кілемге құлап, кінәлі сол уақытта балаға қарап тұрған адам аталады. Ал кейін ішке кіріп орын алған кездесуде Рикидің жаққан өртінің кесірінен директор біраз шығынға ұшырағанын айтады. Кейін жүрегі ауырып бастайды. Ауырғанын қойғаннан соң Рикимен кездесуге барады, бірақ барса Рикиді цементпен қатырып тастаған. Бірақ ол директордың келгенін күткендей, сол уақытта денесін қатырылып тұрған цементті бұзып, директорды ұстап алады. Тек бұл жерге күші тасыған келгенде Рики қайта байланып, директор мен оның баласының көңілін көтеру үшін оны ұра бастайды. Содан соң Рики қайта босайды. Бірақ түрме басшылығы оның босайтынын білгендей, жоғарыдан оны мыжып тастауға арналған ауыр зат түседі. Рики оны бар күшімен көтеріп тұрады. Бірақ директордың электрмен оны әлсіретіп жерге құлатады. Күзетшілер оны ұстап алады. Кейін директордың жасаған кесекті сынағына апарады. Қазылған жерге Рикиді байлап қойған екен. Ал осындағы әрбір жазасын өтеуші қаласа да қаламаса да осында келіп бір күрек құм тастау керек. Ал тек Рикидің басы жығып тұрған кезде мұнда бамбук қадап қояды. Тірі қалғысы келсе сол арқылы ауа жұтып дегендей. Кейін оны толықтай көмеді. Ал түнде осы мүмкіндікті өзін көп көргендей үш оңбаған келіп бамбуктың бетін бітеп кетеді. Ал таңертең барлығы оның қандай халде екенін білуге келеді. Экскаватормен оны алып шыққанда оның тірі екенін көреді. Ал енді оны бөлек камераға қамап салқынға төзімділігін тексеріп көруді шешеді. Алайда Рикидің сенімді достары бар екен. Жасырып болса да оған тамақ келіп береді. Осы істер үшін жазаланатынын білсе де, Рики әл жинап суық бөлмеден қашып шығады. Ал енді түрме ішінде көтеріліс басталады. Басқалары бірігіп Циклопты қолға түсіріп, оны жазалауға алып кетеді. Ал Рикидің өзі бөлініп асханаға директордың шаруасын тындыруға аттанады. Бұл уақытта директор асхана аспазын тамағы үшін қинап жатыр екен. Ал Рики келіп онымен қарсыласқанда директор алып бір құбыжыққа айналып кетеді. Былай айтқанда оны жеңу мүмкін емес еді. Рики оны осы асханадағы торағыштан ұсақ бөлшек қылып жеңеді. Өзінің жеңісін басқаларға білдіріп түрме алаңына шығады. Кейін бар күшімен қабырғаны бұзады. Бұл бостандыққа бастар жол еді. Осылайша бүгінгі қатал оқиға фильм соңына жетті. Достар, қазақты қазақ қолдамағанды кім қолдайды? Лайк басып тіркелуді ұмытпайық. Келесі кездескенше.